Барлықтарыңызға тағы да сәлем. Бүгін бізде екінші сабақ, яғни бүгін біз осындай трендтегі видеоны қайталайтын боламыз. Яғни видеодағы адамның орнына өзіміздің суретімізді қоятын боламыз. Олай болса, бірінші видеоны көріп алайық. Кеттік. Олай болса, кеттік. Ол үшін бізге vehicle I деген нейросет керек болады. Vehicle I басамыз. Мем генераторды таңдаймыз. Try now. Одан кейін мына жерде біздің фотомызды таңдайтын боламыз қазір. Фотомызды таңдаймыз. Қазір примерно 30 секундтай көреміз. Сол үшін бізде мына жақтағы адамның орнына бізді қазір шығаратын болады. Оған дейін біздің каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Пайдалы болсын. Вот біз дайын болды, қазір көретін боламыз. Вот, Оля, дайын. Сохранить етеміз. Вот, біздің видеомыз дайын. Алдағы уақытта дәл осындай видеолардың бірнеше түрін қайталайтын боламыз. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Всем давайте. Сау.